Және мына нәрсені айта кетейік. Бір хадисті оқып алдым екен деп те пәтуа шығара салу дұрыс емес ешқашан. Бір күні мынандай оқиға болды, өзіміздің басымыздан өткен оқиға. Ол кезде түрік елінде жүредік, Түркияда. Жаздың күндері Құран жаттайтын болдық, өзіміз арабша кітаптар оқитын болдық. Сөйттік те сыртқа шықпау мақсатында жазда енді 2 айда не істейміз дедік, бір шықпайтын бір амалын жасайық деп. Содан кейін барлығымыз 4-5 жігіт едік. Барлығымыз шашымызды ұстарамен алып тастайық, сөйтіп Құран жаттайық, кітап оқиық, іште отырайық, шықпайық. Әйтпесе қыдырып кетеміз ба деп демалыс уақытысында бәріміз шашымызды алып тастадық, тақыр бас қылып, сөйтіп кітап оқып жүрміз. Жұма күні болды, енді жұма намазға бара жатырмыз жолда. Бара жатқан уақытымызда бір жігіт кездесіп қалды алдымызда. Мыналар не сендерің деді? Біз енді тақия киіп алғанбыз ғой, енді бәрібір шаш алынған шаш, ол қырылған көрініп тұрады шет-шетінен. Мыналарың не деді? Не шашымызды алып тастадық. Тақыр бастар бізден емес деген хадис бар, білесіңдер ме деді сені? Не деді сені? Мен өзім оқығам деді. Бухаридің хадисінен келеді кәдімгі деді. Содан кейін ойланып қалдық, енді ондай хадис бар болса да енді шашты алып жабыстырып қоймайсыз ғой дедім. Не өскенше енді күтеміз, амал жоқ. Сөйтті енді мейлі ары бері енді сол жерде біраз тартыс болып қалды. Қой деп біреу мойындамады, біреу жоқ деді. Анау мен оқыдым деп тұр. Сөйтіп жұмаға бардық. Жұма намаздан кейін ұмытып кетіп біз енді. Кейін іште жүріп кітап оқып жатырмыз. Әл-Кабайр деген имам Захабидің кітабы бар, үлкен күнәлар деген кітап. Сол кітаптың ішінде Нияхату алел майит деген тақырып келді. Өлгеннің артынан жоқтау айту деген. Үлкен күнәлардан бұл деп жаңа тақырып бекіткен екен. Сөйтіп сол нәрсені ішінде түсіндірген. Сонда ішінде жазған, үйінде бір кісі қайтыс болған адам жаңағыдай жағасын жыртатын болса, бетін тырнайтындар, шашын жұлатындар және бастарын тақырлап алып тастайтындар, олар бізден емес дегенді. Сөйткенде соның ішінде әрқайсысына дәлел келтіргенде тақыр бастар бізден емес деген жаңа дәлелді келтірген. Сөйтсек ол не? Үйінде кісі қайтыс болса, сол өлген үшін қара бет болдым деп шашын алып тастайтындар екен. Солар бізден емес деп айтқан. Ондайға сабыр етсін деп айтқан пайғамбарымыз. Ал былай шашын алуымен ешқандай қатысы жоқ екен. Қараңыз, ана жерде пайғамбар сөзі болған анық бір хадис шықса да, не екен, онымен пәтуа шығарылмайтындығы. Ол баршасын жинау керек бір жерге. Не пәтуа шықты, содан ғалымдардың шығарып берген пәтуасын алатын болса, міне сонда ғана адамның адаспайтындығы. Әйтпесе, әр хадисті жұлмалай беретін болсақ, жан-жақтан онда жаңағыдай шатасуларға алып келіп соқтыратындығы. Мысалға, кезінде мына аят келген: «Аллазина аману ва лам ялбису иманахум бизулмин улаика лахумул амну ва хум мухтадун». Расында иман келтіргендер және имандарына ешқандай зұлымдық араластырмағандар, міне солар жаңағы құтылушылар және тура жолдағылар деп аят келген. Сонда бұл аятты естіген кезде сахабалар келіп айтқан: «Я Расулалла, кім өзіне өз зұлымдық жасамады дейсіз бұл не? Күнә жасамайтын адам жоқ қой ондай. Адам қашып жүрген адам өзі бір нәрсе ұрынады. Адам баласының табиғаты сол, қателікке ұрынушы. Кім зұлымдық жасамады дейсіз дейді жаңа. Мына айтылған аяттағыдай болу қиын ғой деген уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оны айтып тұрған жоқ деген. Ол жердегі айтылғаны Лұқман Хакимнің баласына айтқан: «Инна ширка ла зулмун азим» дейді. Аллаға ортақ қосу үлкен зұлымдық деп айтқан. Яғни иман келтіргеннен кейін Аллаға ортақ қоспайтындар деп соны айтқан деп айтқан. Демек не екен? Алладан өзге нәрсеге сыйынып, өзге нәрседен жәрдем сұрап кетпейтін болса, адам ол тура жолда келе жатыр деген сөз екен. Осы аят екендігін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның түсіндіріп кеткендігі. Демек, аяттардың, Құран кәрімнің түсініктерінің баршасы бұл осы не болғаннан кейін, жаңа хадистер болғандықтан, сүннет болғандықтан, сүннетті ұстану деген өте маңызды рөл ойнайды. Ал жаңағыдай және кез келген мәселеде түсініксіз болған болса, соны жаңа Құран кәрімнің тәпсірлері болған сияқты хадистің де шархы болады, өзі түсіндіреді. Бұл хадис қай уақытта айтылды, не мәселеге байланысты айтылды. Кей кездерде бұл хадисті қазіргі заманда өмір сүріп жатқан біз емес, сахабалардың өзі кейде қате түсініп қалғандары болған, бірін-бірі түзегендіктері болған. Бірақ енді олар біз секілді емес еді. Түзетілген уақытта түзелетін адамдар еді олар үнемі. Ал бізде айтысып кетеміз ғой, мен өзім оқыдым, мен білем деген секілді, сен қайдан білгіш бола қалдың деп тартыс болып кетеді. Жоқ, ол уақытта олар тоқтайтын еді. Мұны көреміз. Бір күні мынандай бір оқиға болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жанында Абу Хурайра болған. Сол Абу Хурайра айтады: пайғамбарымыздан мен естідім, кімде-кім
өлгеннің артынан жылайтын болса, жылағаны үшін анау қабірдегі жатқан адам азапталады деп айтқанын естідім дейді. Бұл хадис, бұл сөзі, пайғамбардың естідім деген бұл сөз жайылып кетеді адамдардың арасында. Сонда жүрген уақытында, кейін Айша анамыз осы сөзді естіген уақытта Абу Хурайраға Алла рахым етсін дейді. Ол уақытта пайғамбарымыздың жанында мен де болғам дейді. Абу Хурайра сәл артта келе жатқан дейді. Ол сөздің басын немесе сөз дұрыс түсінбеген ол дейді. Өйткені біз келе жатыр едік, жолда бір яхуди бір әйелдің қабірдің басында жылап отырғанын көрдік дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді. Мынау сыртта жылап отыр, ал ана астындағы адам азапталып жатыр дейді. Яғни азапталып жатқан адамға жылап отыр ғой мынау деген мағынада айтты дейді. Айтпесе жылаған үшін азапталып жатқан жоқ деген бірін-біріне қатысы жоқ ешқандай деген. Түзегендігін көреміз. Егер ана білсе жыламайтын еді деген мағынада ше, сонда көреміз қате түсінген нәрсенің өзін сахабалар өзгелер естіген уақытта олай емес, бұл мынау негізі былай еді деп түсіндіргендігі, түзегендігі бар екендігін көреміз. Енді бұл сахабилердің істеген іс-әрекеттері үнемі біздерге үлгі. Өйткені сүннетпен таза өмір сүрген осы сахабалар еді. Бір сәтке де мүлт кетпей, Құранның үкімі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның айтылған хадистері жаңағы жеткізілген уақытта міндетті түрде соған амал еткен еді сахабилер. Сол үшін сахабалар дәуірі біздерге ең үлкен үлгі болып есептеледі. Әл-Маруа компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.